Сапар Исақовтың саясатта ысымы аталғандан бері жарыған жұмыш қылған жоқ. Мамлекетке келеші алып келбеді. Тескерісінше чығаша үстіне чығаша қылып жатады. Лиглас сияқты афералы келішімдерді түзді. Ал жетектеген өкмет демилге қылып мөңгілер талқаланды. Темир Сариевтің уағында Қырғызстанның еншісіне өткен Ыстықкөлдегі 4 пансионат қайра Өзбекстанға берілді. Тышқы қарыздың көлемі 2 есе көбейді. Ұлтташтырылған Мегаком компаниясын жеке меншікке сату демелгеленді. Манас аэропорты сату демелгеленді. Елизгейт аферасы аяғына шыққан жоқ. Светтен басы қымбаттады. 386 миллион долларға жаңыланды деп елді алдаған ТЭЦ авариялық авалға тұшықты. Қауіпсіз шаар долбоорын ішкі ашыру үшін келісім түзген Huawei компаниясы туралуда арғандай чуылғанды кептер айтыла баштады. Қиязы бұл компаниядағы айтылы Лигластың кейпін киені тұрады. Мынаушыларға түзден-түз Сапар Исақовтың күнөсі бара. Ушыл қылған іштер үшін сұрақсыз қамалышы керек болчу. Телекке қаршы азырда иштеп жатады. Сапар Исақов тажрибасы жоқ екенін көрсетті. Болғаны сұлуы, киіме қаш, фигурасы қоғыз кеңесші қыздарды алды. Егер жаңылбасам анын 11-8 кеңесшісі болса керек. 11 кеңесшісі мам бюджеттен айлық алып, мамлекетті тонып жатады. Же алары бір қиратып кеңеш берсечі. Сарыбала Сапар Исақовтың мындай ішінен майдан шықпаған 40 қадамы бийликке бөлөкө түшүрүп бүтті. Ошондуктан токтоосуз өкмөтү менен чогуу отставкага кетиши керек.